Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дымляма, яғни бұқтырма тамағын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: картоп, пияз, сәбіз, ет, болгар бұрыштары, құйрық май және де капуста. Түрлі дәмдеуіштер қажет болады. Ең алдымен құйрық майды жақсылап қазанымыздың ең астына орналастырып аламыз. Үстіне етімізді тізіп шығамыз. Енді пиязымызды дөңгелек етіп турап, жақсылап орналастырып шығамыз. Картоп пен сәбізімізді өзіңіз қалағандай етіп, жақсылап турап аламыз. Сәбізімізді одан соң картопымызды орналастырамыз. Пиязымызды саламыз. Енді көкөністерімізді орналастырамыз. Қызанақ және де тәтті болгар бұрыштарын орналастырамыз. Аз ғана зіре қосамыз. Лавр жапырақтары, татымына қарай тұз, паприка, бұрыш саламыз. Енді бір бокал суымызға аз ғана қызанақ пастасын қосып, жақсылап араластырып құятын боламыз. Бір бас чесногымызды жақсылап жуып орналастырамыз. Енді үстіне капустаны жақсылап жауып қойып шығатын боламыз. Енді қазанымыздың қақпағын жақсылап жауып, баяу отта 2-2,5 сағатта пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі сочный тағам болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.